Қайырлы күн! Сіздермен бірге Абай Құнанбайұлы атындағы нөмірі 87-ші мектеп гимназиясының оқушысы Жанатхан Рахматуллах. Балалардың жақсы әрі сапалы тамақтануы олардың денсаулығы мен біліміне әсер етеді. Сол себепті мектеп аспаздарының еңбегі орасан зор. Бәрінен де ерте келеді, пеш қыздырады, буын бұқтырып, тамақ жасайды. Балалардың қарнын ғана емес, көңілін тойдыратын мектеп аспаздарының жұмысымен бірге танысайық. Ендеше кеттік! Бұл Айсұлу апай, 30 жыл еңбегі өтілі бар кәсіби аспаз. Мектеп оқушыларына 15 түрлі ас әзірлейді. Әзірлеп қана қоймай, онымен үйлесетін сусын мен жемістерді таңдайды. Айсұлу апай, сұхбатқа қош келдіңіз. Аспаз болу сізге несімен қызық? Несімен қызық? Балаларға тамақ дайындау. Сіздерде 5 күнге арнайылап дайындалған мәзір бар ма? Әлде әр күнге әр түрлі тамақтар жасайсыздар? Әр күні әр тамақтар дайындалады. Например, бүгін бізде гречкамен не беріліп жатыр балаларға? Ет, компот. Түскеден бізде какао болды. Түстен кейін компот бізде. Каша, обед сағат 11-ге дейін каша бізде таңертең. Балалар қай күнді ерекше күтеді? Ерекше күтеді. Сәрсенбі күні бізде беріледі котлет, картоп пюресімен беріледі. Компоты бар, лимонный сусындар болған, алма болған күндері. Сондай күндерді біздің балалар асыға келеді. Мына балалардың заготовкалары ертең нелері ғой. Бізде овощ бәрі тұратын холодильник. Айсұлу апай, сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Сіздердің еңбектеріңіз орасан зор. Еңбектеріңізге табыс тілеймін. Рахмет. Айтпақшы, оқу жылының басынан бастап білім ұйымдарында оқушыларды тамақтандырудың жаңа стандарты енгізілді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынымдарына сай қант мөлшері 3,6 есеге, ал тұз мөлшері 5 есеге азайтылды. Сонымен қатар оқушылар рационында көкөніс, жеміс және сүт өнімдерінің үлесі артқан. Тағам саған ұнады ма? Ұнады. Бізге күнде тәтті тамақ береді. Аспаз апайларға рахмет. Басшысы биылғы жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады. Бұл еңбек сүйгіш адамдарға көрсетілген үлкен құрмет болып есептеледі. Еліне адал қызмет ететін жандардың ішінде аспаздың орны ерекше. Айсұлу Юрьева қызының жұмысына деген махаббаты барлығымызға үлгі. Достар, естеріңе сақтап алыңдар. Зиянды тамақтарды тұтыну, ол ерте жастан диабет пен жүрек және қан тамырлары ауруына алып келеді. Сол үшін де пайдалы тамақтарды тұтынайық.